Диаграмма. Құрметті әріптестер, тағы да сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бірге сабақты белсенді оқыту әдістерін тиімді қолдану атты шеберлік сыныпта өткізетін боламыз. Шеберлік сыныбымыздың негізгі мақсаттары мұғалімдердің белсенді оқыту әдістеріне деген қызығушылықтарын арттыру, миға шабуыл, сыни тұрғыдан ойлау, коучинг құралдарын тәжірибе ретінде қолдану арқылы әріптестердің кәсіби дамуына дағдыларын дамыту, одан кейін сабақ барысында оқушылардың танымдық белсенділіктерін арттыратын тәсілдерді үйрету болып табылады. Қазір енді шеберлік сабағымызды бастамастан бұрын баршаңызды орталығына шақырамын. Ал құрметті әріптестер, қазір мен сіздерге сұрақ қоямын. Сол сұрақ бойынша өздеріңіздің ойларыңызбен бөліссеңіздер. Өзіңізді бір оқыту әдістемесі ретінде сипаттаңыз. Қандай әдіс болар едіңіз және неліктен? Мен өзімді миға шабуыл әдісі арқылы сипаттай аламын. Өйткені миға шабуыл әдісі арқылы баланың сабақты ұйымдастыруын, өткен сабақты байланыстырып, сондай тәсілдерді алға тартуға болады. Сабақта қай кезеңдерде қолданасыз? Сабақта баланың топтық жұмыс кезінде, жекеленген жұмыс кезінде балаға қолданамын. Жақсы, рахмет. Коуч әдісіне ұқсатамын, өйткені коуч әдісі дегеніміз ол жаттықтырушы, яғни келген жаңағы оқушыларға үйрету, соны жеткізу, мақсатын түсіндіру деген секілді. Қазір енді коуч әдістері көбіне пайдаланады, әлеуметтік желілерде де. Сол әдісті мен оқушыларға пайдаланып, сабағымды өткіземін, әсіресе жеке жұмыс кезінде. Құрметті әріптестер, топқа бөлініп болса, қазір біз сіздермен енді сабақты белсенді оқытуда қандай әдістер жұмыс жасайды, соны анықтайтын боламыз. Осы екі топтың нәтижесінде бізде ортақ идея алаңы туындау керек. Жалпы өздеріңіздің жаңағы сабақта қолданып жүрген тиімді әдістеріңізді маған тізімдеп берсеңіздер. Сабақтағы белсенді оқытудың әдістерінің бірнеше түрлері бар. Солардың бірлері қызықты сұрақтар, ыстық орындық, кейс стади, рөлді ойын, кубизм, инсерш, ой толғау, тағы да басқа неше түрлері бар. Бұларды толықтыруды әріптесім айтамыз. Ыстық орындық дегеніміз бұл оқушылар бір-біріне сұрақтар қойып жауап беріледі. Ал кейс статиға мұнда нақты жағдайда талдап, оны шешу жолдары. Ал рөлдік ойындары деген бұл рөлге еніп ойнау балаларды. Кубизм деген заттарды бірнеше қырларынан қарау. Фишбол бұл ақпаратты құрылымдау. Сонымен қатар ББ кестесі бар, жиксо бар, Т кестесі бар, ойын арқылы оқыту бар. Ой толғауда оқушыларды қызықтырып, жаңа тақырыпқа бағыттау. Сабақты белсенді оқытуда қандай әдіс тәсілдер жұмыс жасайды? Ой қозғау, жаңа тақырыпты ашу, кластер, цифрлық құралдарды қолдану, инстер, мәтінмен жұмыс істеу, Вен диаграммасы. Қош жазба бар сөз. Кішкене анықтама беріңіздер. Şimdi бұлардың кажден тоқтатымызда, мысалы, Вен диаграммасы деген ол екі бірдей сөздің айырмашылығын анықтау. Қандай мақсатта беретіні және де сол туралы ақпараттарды салыстыру. Ал ой қозғау келсек, сабақ басында оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында түрлі сұрақтар қойып, оқушылардың ойын қозғайды. Кластер ол енді бір тақырып аясында жаңа идеяларды қозғау, жаңа идеяларды ойлау мақсатында қолданылады. Жақсы. Рахмет. Өздеріңіз
байқағандай жаңа екі топтың жаңа сабақ барысында қолданатын ең тиімді әдіс тәсілдерін байқадық. Ендігі қазіргі тақтада осы екі форматтың өзі сіздерге алдыңғы жаңа шеберлік сыныптың келесі кезеңдеріне қажет болады. Яғни бұл сіздерде қазір ортақ идея алаңы болып қалыптасып тұр. Құрметті әріптестер, қазір сіздермен бірге белсенді оқытудың мәні және тиімді әдістері тақырыбында мини дәріс жүргізетін боламын. Мини дәріс барысында сіздер жаңағы тиімді әдіс тәсілдерді біліп қана қоймай, алдағы уақытта есте сақтауға көмектеседі деген үміттемін. Құрметті әріптестер, белсенді оқытудың мәні және тиімді әдістері негізінде сіздерге мини дәріс дайындап келдім. Мини дәрісіміздің негізгі мақсаты белсенді оқыту тәсілдерінің жаңағы оқушыларды оқу процесінде белсенді қалыптастыру болып табылады. Қазір назарларыңызға бірнеше сіздерге әдіс тәсілдерді алып келдім. Оның ішінде бізде үнемі қолданатын бізде ойлан, жоқтас, бөліс, яғни цең, БШ еді. Бұл дегеніміз не? Бұл әдіс оқушының жеке ойлану, жұппен талқылау және топ алдында идеяны ұсыну кезеңдерінен тұрады. Яғни жаңағы оқушыңыз сіздің өзі ойлана отыра жобымен талқылайды және ол топтың алдында өзінің идеясын ұсынады. Қолдануға сабақтың басында немесе жаңа тақырыпты талқылау кезінде қолдануға болады. Мысалы, табиғатқа адам әсері қандай деген сұрақ қоятын болсақ, оқушы бірінші өзінің жеке ойын айтады да, оны жобымен талқылайды, иә? Жобының да жаңағы жеке ойы бар ма, мысалы, екеуі талқылап, содан кейін барып жаңағы топтармен бөлісетін болады. Одан кейін инсерт стратегиясы. Инсерт стратегиясы дегеніміз текстпен жұмыс барысында оқушылар өздерінің түсінігін арнайы белгілер арқылы көрсетеді. Мысалы, білемін, білім келеді және мен үшін жаңалық деген сөз, иә? Қандай да бір мәтінді тақырыпты өткен кезде өзің нақты нені біледі, соны жазады. Білгім келеді, одан әрі жаңағы өзінің қызықтыратын тақырыптары болса, соны жазады. Мен үшін жаңалық деген жаңағы өзіне бірінші ғана ақпарат алып тұрған болса, соны енгізетін болады. Одан кейін екі жақты күнделік, бұл өте жақсы тәсіл. Мысалы, мәтіннің екі жақты жазбасын жүргізу. Бұл жерде жаңағы өзіне ұнайтын жерін жазады бір жағынан, екінші жағынан не себепті соны жазу керек болады. Яғни өзінің пікірін енгізеді. Одан кейін кейс стади, жаңағы осы бірінші топта айтып кетті, кейс стади әдісін бұл нақты өмірлік жағдайды талдау және шешім қабылдау негізінде қолданылады. Одан кейін брейнсторминг, яғни ой қозғау деп айтып жатыр, мына екінші топта байқасаңыздар. Олар оқушылардың шектеусіз идеялар жинауына негізделеді. Жалпы қолдануы нақты жаңа тақырыпты зерттеуде қолданылады. Келесі бізде топтық жұмыс, яғни сыни тұрғыдан ойлау тапсырмасы. Жаңа сіздермен бірге мини дәріс ретінде де, оның алдындағы топпен жұмыстаған кезінде де сіздермен жаңағы сабақ барысында белсенді қолданылатын әдіс тәсілдерді жаздық, иә, сонымен қатар есте сақтадық. Енді сол әдіс тәсілдерді қолдана отырып, қазір сіздер мен сіздерге тақырып беремін, қандай да бір сабақтың тақырыбын, иә, сол топ мүшелері болып сыни ойлау кезеңдерін қолданып, шағын сабақ жоспарларын құруларыңыз керек. Бізде КМЖ-да колорит үйірмесінің тақырыбын алдық. Бүгінгі тақырып пейзаж тақырыбы. КМЖ-ны 130-ші бұйрыққа сәйкес жаздық. Пейзаждың ең бірінші тақырыптың мақсаты табиғат көріністерін сөзбен бейнелеу, дағдысын қалыптастыру, пейзаж суретін салу дағдысын қалыптастыру мақсаты тақырыптың. Келесі ұйымдастыру кезеңі ең бірінші әдіс, ой қозғау әдісі. Суретке қарап, экранда сурет беріледі, соған байланысты оқушылар өздерінің ойымен бөліседі. Сосын келесі сұрақтар, бұл суретте не көріп тұрсың, қандай мезгілге ұқсайды, сол туралы оқушылар өз ойын айтады. Келесі жаңа тақырып, қос жазба күнделігі 10 минут ұйымдастырылады. Онда табиғатты сипаттайтын мәтін, яғни кестені толтырады. Бұл кезде мәтіннен үзінді тұрады, келесі жағында менің ойым, яғни оқушы өз ойын жазып кестені толтырады. Жаңа тақырыпты осылай өтуге болады. Ресурстарда презентация қолданылады. Қорытындыға рефлексия, яғни инсерт әдісін қолданамыз. Яғни білгім келеді, білемін және жаңалық. Оны оқушылар кестені толтырады. Бүгінгі шеберлік сабағымыздың, яғни қорытынды бөліміне келіп қалдық. Енді әріптестер, бүгін білім қоржынымызды қандай әдіс тәсілдермен толықтырдық? Сізге қандай әдіс ұнады, немесе қайсысын толық түсіне алдыңыз, және қандай сұрақтар қалды деген секілді сұрақтарға өзіңіздің жаңағы білім қоржындарыңызды мына жерге әкеліп
өз ойларыңызбен бөлісіп, жаңағы білім қоржындарыңызды толтырсаңыздар болады. Маған деген барлық әдістер ұнады, сабақтарымда қолданамын. Әдіс ұнады, келесіде сабақта осы әдісті қолданамын. Маған Вен диаграммасы ұнады, өзім сабағымда келесіде қолданатын боламын. Маған бүгінгі сабақ ұнады. Ұстаз жай ғана білім беруші емес, ол оқушының бойындағы мүмкіндікті аша білетін көшбасшы. Әдіс құрал ғана, ал басты құрал әрине өзіңіз. Бүгінгі шеберлік сыныпқа қатысқаныңызға көп рахмет. Келесі кездескенше.